Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгүл. Бүгін үй жағдайында пеште тауық пісіреміз. Өте дәмді, нәрлі, сулы болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге керек бүтін тауық еті, пияз, сарымсақ, қызанақ, сәбіз, тәтті перец, картоп қажет. Ең алдымен дәмдеуіштерді дайындап алдым. Бірінші 10 грамм ұнтақталған сарымсақ, қара бұрыш, кәуапқа арналған дәмдеуіш, әмбебап дәмдеуіш, қызыл бұрыш, соя соусынан 2 ас қасық қостым, 2 ас қасық өсімдік майы және майонез қостым. Қалғаны осы екен, шамасы 2 ас қасықтай шығып қалады. Барлығын қосып араластырып алдым. Мінекей біздің дәмдеуішіміз дайын. Осы дәмдеуішті бүтін тауық етіне түгелдей жағып шықтым. Видеодағыдай. Еш жерін қалдырмадым. Осылай жағып шығасыздар. Сіңіп тұрсын деп ертерек жағып қойдым. Одан кейін ішіне керекті заттарды турауға кірістім. Магазиннен арнайы осындай тауық пісіретін пакет сатып алдым. Ішінде 5 штук болады екен. Сіздер де алып алыңыздар. 735 теңге ма шамасы сондай ақшаға алдым. Ең алдымен перецімізді турап алдым. Бұл жағып болғаннан кейін, одан кейін картопымызды, сарымсағымызды турадым. Одан кейін пиязымызды, сарымсағымызды барлығын турап болғаннан кейін қызанағымызды турадым. Керекті сәбізімізді мінекей ірі көлемде турап жатырмын. Видеодағыдай осылай турап болғаннан кейін кең ыдысқа ең бірінші пиязымызды, одан кейін сәбіз, картоп барлығын араластырасыздар да бағанағы тауықтан қалған дәмдеуішімізді осыған салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін мінекей тауықтың ішіне осыларды нығыздап тұрып саламыз. Менде артылғанын тауықтың жанына мінекей менің бағана айтып жатқан пакетім осы. Ішінде 5 штук болады екен. Осыны алып, тауығым семей қалама деп ойлап едім. Жоқ, үлкен екен пакеті. Осыны салып, жаңағы қалған картошка, сәбіз, пиязымызды осының жанына салып жібердім. Осылай салып болғаннан кейін арнайы өзінің аузын буатын жібі болады екен. Жіп дейміз ба? Соны алып буып 180 градус пеште 1 сағат пісірдім мен. Мінекей қараңыздар, әсел пеште пісірдім. Осындай суы шығып, өзінің суында піседі. Өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы.